Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге денсаулыққа өте пайдалы көкөніс сорпасын жасауды көрсететін боламын. Қонақ келер кезде де ұсыну үшін өте әдемі сорпа, және де өзіңізді жайсыз сезініп тұрсаңыз, осы сорпаны жасап ішсеңіз болады. Видеоны бастамас бұрын төмендегі бастырманы басып, менің каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Алдағы уақытта өте ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Ең бірінші көкөністерімізді турап аламыз. Қалаған көкөністеріңізді қоссаңыздар болады, бірақ та менің қосқандарым: бірінші пияздың бір түрі, 4 штук чеснок, 1 штук қоссаңыздар да болады. Сіздердікі үлкен болса, 4 штук қызыл бұрыш, 1 штук сәбіз, пияздың екінші түрі, 1 штук, 1 штук картоп қостым, және де петрушка. Келесі сорпамызды жасап бастаймыз. Ол үшін қалаған шұңғыл ыдысымызға 2 ас қасық сұйық май қосып, қыздырып, жаңа көкөністерімізді салып, қуырып бастаймыз. Жақсылап араластырып, кем дегенде 4-5 минут қуырамыз. Бастапқыда айтып кеткенімдей, мен 6 және 8 порциялық сорпа жасап жатырмын. Және де менің сорпа ыдыстарым өте кішкентай. Соған қарай сіз егер аз кісіге жасайтын болсаңыздар, соған қарай жасасаңыздар болады. Және де айта кетейін, мен рецепттердің бәрін Түркиядан түсіріп отырмын. Бұл жақта көбінесе осындай сорпалар қонақ келген кезде ұсынылады. Дастарханға жарасарлық, өте әдемі және пайдалы сорпа. Енді көкөністеріміз қуырылып болғаннан кейін 4 стакан су қостым. Енді пісіріп бастаймыз. Шай қасық тұз қосуды ұмытпаймыз. Көкөністер жұмсарғанша пісіреміз. Піскеннен кейін 100 мг крем қосамыз. Және петрушка. Енді блендерден өткізіп бастаймыз. Бұл уақытта пешіміз өшірген жоқпыз, әлі қосылып тұр. Ұсақ болғанша блендерден өткіземіз. Келесі дәмдеуіштерімізді қосып бастаймыз. Ол үшін жарты шай қасық куркума, жарты шай қасық чили бұрышы. Неге жарты деп жатырмын? Себебі мен шай қасықтарым өте кішкентай, сіздердің қасықпен жарты болады. Жарты шай қасық қара бұрыш қосып, араластырып, бір қайнағанша тағы да пісіріп аламыз. Аздаған уақыт, кем дегенде бірнеше секунд десем де болады, бір қайнатып аламыз. Одан кейін болды. Сорпамыз дайын. Астын өшіреміз. Аздап қою болып кетсе, су қоссаңыздар болады, қалағаныңызша. Сорпамыз осымен дайын, өте әдемі, түсі де, дәмі де өте жақсы. Енді ыдысымызға құйып бастаймыз. Жанына лимон қойып, үстіне сухарик етеміз ғой, қойсаңыз болады. Енді қонаққа ұсынуға дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.